Енді мен қазір тұрмыстамын ғой. Енді мен болашақта бала көтермеймін ба? Бала көтермеймін ба мен енді болашақта? Сол кезде енді бала көтерген кезде бала туылғаннан кейін оның атын дейтін маған қойдырмайды ғой ешкім. Кеп-кеше келген мұрынбоқ келінге кім қойдырғызсын атын? Сосын айтады, енеме или болмаса саған қойдырады ғой, сен ауылдың үлкенісің ғой, жасы 80-ге келді екен деп. Сол кезде саған қойдырып, мен айтамын, мен әжем қойғысы келіп жүреді, сол арманым деп айтатын еді, әже қойсын деп айтамын да. Сосын иә деп онда сенен сұрайды. Сол кезде сен маған келесің, менен сұрайсың, сосын мен саған айтамын, сосын сен сол атты қоясың да. Екеуміз өйтіп келісіп алайық. Түсіндің ба? Короче, мен балам туылады ғой, соған атты саған қойдырайық деп айтайық бәріне. Әжем дейтін уже қартайды, бала неме өзінің шөбересіне ат қойғысы келіп жүр деп. Сосын сен ат қоятын кезде менімен келіп ақылдасасың да, мен қалаған атты қоясың. Ешкімге бірақ айтпаймыз. Жоқ, білмейді, ешкімге білмейді. Сосын бәріне сен қойды деп әжесі қойды деп айта береміз. Әйтпесе бәрі кеше түскен келін деп ешкім маған балама ат қойдырмайды ғой. Сөйтеді ғой, өздері қоямыз дейді. Өзіміз қоямыз. Сол кезде сөйтіп екеуміз келісіп алайық. Үшеуіне келісіп